Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін тез әрі өте дәмді болып дайындалатын пирожныйдың рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецепті үйреніп алсаңыздар, дүкеннен ешқандай пирожный сатып алмайтын боласыздар. Бұл пирожныйдың құрамы өте оңай. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз қосамыз, және де қант қосып алып, барлығын миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде біздің құрам 2 есе көтерілуі керек, және де түсі ақшыл болуы керек. Сол ақшыл түске жеткенше миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғарғы жылдамдығына дейін ақырын қоса отырып миксерлейтін боламыз. Және де түсі ақшыл болу керек. Құрамына керекті заттардың граммдарын, яғни қанша мөлшерде қосатындарымызды мен описанияға жазып кететін боламын. Миксермен араластырған кезде өздеріңіз видеодағы көріп тұрғандарыңыздай көлемі 2 есе үлкейеді, және де түсі осындай ақшыл түске енгенше миксерлеп алатын боламыз. Келесі кезекте ванильный сахарды қосамыз. Сұйық майымызды осы сместің үстіне құйып аламыз. Және комната температурасындағы сүтімізді қосамыз. Және барлығын жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. 3 ас қасық какаомызға разрыхлитель 10 грамм қосып, барлығын тағда елеуіштен өткізіп аламыз. Өйткені какаоның құрамында домалақ түйіршіктер болуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде елеуіштен өткізіп аласыздар. Және де барлығын тағда жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Енді біз елеуіштен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды да міндетті түрде елеуіштен өткізіп аласыздар. Барлық ұнды бірден емес, бірнеше бөлікке салып, қосып, араластырып отырыңыздар. Өздеріңіз видеодан көріп отырғандай, өте қою да емес, өте сұйық та емес, масса дайын болды. Пісіретін формамызға міндетті түрде бумага для выпечки салып алып, осылай жаңағы смесімізді үстіне салып, барлығын жан-жаққа тиін жететіндей жаймалап алатын боламыз. Яғни бұл коржигіміз бірдей болып пісу үшін барлығын бірдей көлемде жаймалап аламыз. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 15 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің коржигіміз дайын болғаннан кейін 10-15 минут суытып алып, осылай өздеріңізге керекті формада кесіп алатын боласыздар. Мен 7 сантиметр көлемде барлығында кесіп алдым. Коржиктарыңызды кескен кезде шетінде атып қалған қалдықтарын тастамаңыздар, өйткені ол біздің қазір пирожныйымызды сәндеу үшін қажет болады. Пирожныйымызды әсемдеу үшін бізге крем қажет болады. Ол үшін сливки, творожный сыр және сахарный пудраны араластырып аламыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай кондитерский мешокқа кремімізді салып алып, пирожныйдың шет-шетіне жақсылап жағып шығамыз. Және де ортасына өздеріңіз начинка ретінде не салсаңыздар да болады. Мен малинаның вареньясын салдым. Сіздер вареная сгущенка немесе басқа да өздеріңізге ұнаған қоспаны қоссаңыздар болады. Ал қалған пирожныйдың қалған жаңағы шет-шетін кескеннен қалғанды мен ұсақтап алып, пирожныйымыздың үстіне салып шықтым.
Біздің пирожныйымыз әдемі және өте дәмді, жұп-жұмсақ болып дайын болды. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рецептменен қолдау сіздерден болсын. Барлықтарыңыз ас болсын.